Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан 2050 стратегиясы. Оқу мақсаттары: мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда баға беру. Тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дерек көздеріне сілтеме көрсетіп жазу. Бағалау критерийлері: қарсылық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін біледі. Ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдана алады. Қазақстан 2050 мәңгілік ел. Қазақстан 2050 стратегиясы бұл тым құбылмалы тарихи жағдайдағы жаңа Қазақстан үшін жаңа саяси бағыт. Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарында болуға тиіс. Президент бұл биікті бағындыру жолындағы бірінші дәрежедегі маңызды мақсат міндеттерді айқындады. Мемлекеттілікті одан әрі дамыту және нығайту. Экономикалық саясаттың жаңа қағидаттарына көшу. Ұлттық экономиканың жетекші күші кәсіпкерлікке жан-жақты қолдау көрсету. Жаңа әлеуметтік үлгіні қалыптастыру. Білім беру мен денсаулық сақтаудың қазіргі заманғы және тиімді жүйесін құру. Мемлекеттік аппараттың жауапкершілігін, тиімділігі мен функционалдығын арттыру. Халықаралық және қорғаныс саясатының жаңа сын қатерлеріне парапар саясат құру. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Елбасының Қазақстан 2030 ұзақ мерзімді стратегиясының негізгі жоспарланған жобалары межеленген мерзімнен бұрын іске асып, ендігі кезекте елдің дамуын бағдарлап, жолын айқындайтын ұзақ мерзімді стратегияның қажеттілігі туындады. Қазақстан 2050 стратегиясының еліміздің дамуындағы рөлі қандай? Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2012 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа бағыты атты жаңа жолдауын халыққа таныстырды. Еліміз тәуелсіздіктің 20 жылы ішінде ел іргесі мықты қаланып, баянды ғұмыр кешіп, дамыған 50 елдің бірі болады деген саяси тұжырымы орындалып, мемлекет басшысы бұл жолдауда дамыған 30 елдің санатына қосылу міндетін қойды. Қазақстан 2050 стратегиясының 7 саяси бағыты қандай? Бірінші, жаңа бағыттың экономикалық саясаты пайда алу, инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм. Екінші, ұлттық экономикамыздың жетекші күші кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау. Үшінші, әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері, әлеуметтік кепілдіктер мен жеке жауапкершілік. Төртінші, білім мен кәсіби машық, заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары. Бесінші, мемлекеттілікті одан әрі нығайту және қазақстандық демократияны дамыту. Алтыншы, дәйекті де болжамды сыртқы саясат, ұлттық мүдделерді ілгерілету мен өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту. Жетінші, жаңа қазақстандық патриотизм, біздің көп ұлтты және көп конфессиялы қоғам табысының негізі. Қазақстан 2050 стратегиясында көзделген мақсат қандай? Елбасы жолдауда өркендеген экономикасы, берекелі қоғамы, бақытты да кемел болашағы бар мәңгілік ел болуды басты мақсат етіп қойды. Сонымен бірге Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосу міндетін қойды. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Президенттің бұл жолдауы тәуелсіз еліміздің негізгі басым бағыттарын нақтылап, бүкіл қазақстандықтар үшін тың серпіліс әкелген игі бастама болды. Қазақстан атты егеменді еліміз
дамушы мемлекеттер арасында биік шыңдарды бағындыру үшін бәсекелестіктің қатаң сындарына төтеп беріп, сүрінбей өтетініне сенімдіміз. Мәтін алды жұмыс. Жаңа сөздер. Күллі, ру, жекешелендір сөздерін дәптерімізге жазып аламыз. Айтылым. Сұрақтарға жауап береміз. Қазақстан Республикасының президенті қандай қызмет атқарады? Қазақстан қандай мемлекет? Мемлекетіміздің ең қымбат қазынасы не? Еліміздегі билік жүйесі қандай? Осы сұрақтарға ауызша жауап береміз. Жазылым. Сөздер мен сөз тіркестерін орыс тіліндегі нұсқасымен сәйкестендіріп сөйлем құраймыз. Президенттің жолдауы. Мемлекеттік жастар саясаты. Әлемдік деңгейдегі университет. Болашақ бағдарламасын құрды. Мәңгілік елдің мәңгілік тілі идеясы. Зияткер ұлт. Основал программу «Болашақ». Послание президента. Идея «Вечный язык вечной страны». Интеллектуальная нация. Государственная молодежная политика. Университет мирового уровня. Жазылым бойынша орындалған тапсырманың дұрыс-бұрыстығын тексерейік. Президенттің жолдауы. Послание президента. Мемлекеттік жастар саясаты. Государственная молодежная политика. Әлемдік деңгейдегі университет. Университет мирового уровня. Болашақ бағдарламасын құрды. Основал программу «Болашақ». Мәңгілік елдің мәңгілік тілі идеясы. Идея «Вечный язык вечной страны». Зияткер ұлт. Интеллектуальная нация. Жазылым. Үшінші тапсырма. Тірек сөздерді қолданып, бүгінгі сабақта қандай мәселе қозғалатынын болжап жаз. Сөйлемдеріңде қарсылықты жалғаулықтарды қолдан. Тірек сөздер. Күллі, ру, жекешелендір, дау және шешім. Мәтінмен жұмыс. Тыңдалым және оқылым. Мәтінді оқимыз, мазмұны бойынша жоспар құрамыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің 21 жылдығына орай халыққа Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт-бағдары деген дәстүрлі жолдауын жариялады. Онда елбасы жастарға былай деді: Құрметті отандастар, мен сөзімді әсіресе жастарға арнағым келеді. Бүгін мен жариялаған жаңа саяси және экономикалық бағыт сіздерге жақсы білім беруді, яғни бұдан да лайықтырақ болашақ сыйлауды көздейді. Мен сіздерге жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Елбасы ретінде мен әрдайым сіздердің оқуларыңыз бен өсіп өнулеріңіз үшін барлық жағдайды жасауға тырыстым. Әлемдік деңгейдегі университет, зияткерлік мектептер аштым. Болашақ бағдарламасын құрдым. Қазір мемлекеттік жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленуде. Мемлекет сіздердің алдарыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылуы үшін барлығын жасауда. Олар сіздердің ата-аналарыңыз тіпті ойлап та көрмеген мүмкіндіктер. Естеріңізде болсын, сіздердің табыстарыңыз ата-аналарыңыздың табысы, туғандарыңыз бен туыстарыңыздың табысы, отбасыларыңыздың табысы, отандастарыңыздың табысы, біздің отанымыздың табысы. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. Жазылым. Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендіріп, мәтін құраймыз.
мәңгілік ел, демократияны, Қазақстан 2050, мақсаттарға қазақстандық президент тұғырлы экономикалық стратегиясы, прагматизм, патриотизм идеясы дамыту, ел жеткізген жолдауы идеясы қауіпсіздікті бір сыртқы әлеуметтік халыққа экономикалық еліміздің нығайту саясат кепілдіктер саясаты мүдде рухын жолдайды жарияланды. Ал балалар сөз тіркестерімен сөздерді сәйкестендіріп болсақ, өз жауабымызды тексерейік. Мәңгілік ел идеясы, демократияны дамыту, Қазақстан 2050 стратегиясы, мақсаттарға жеткізетін, қазақстандық патриотизм, президент жолдауы, тұғырлы ел, экономикалық прагматизм, идеясы жарияланды, қауіпсіздікті нығайту, бір мүдде, сыртқы саясаты, әлеуметтік кепілдіктер, халыққа жолдайды, экономикалық саясат, еліміздің рухын. 6-шы тапсырма. Жақшаны ашып, сөздердің қазақша баламасын жазамыз. Елбасы жолдауы опубликовано. Стратегиямыз излагается. Даму жоспарлары утвержден. Мемлекеттік управление. Нақты міндет намечены. Балалар, жақша ішіндегі сөздердің қазақша баламасын тыңдайық. Елбасы жолдауы жарияланды. Стратегиямыз баяндалды. Даму жоспарлары бекітілді. Мемлекеттік басқару. Нақты міндет қабылданды. Кері байланыс. Шығу парағын пайдаланып, төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар? Екінші сұрақ. Келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Үшінші сұрақ. Сабақтағы материалдардан өзіңе қандай ой түйдің? Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.